Сталиннің қазақты жою жоспары. Сіз қате естіген жоқсыз. Бір ғана коммунистік режимнің билікке келуі миллиондаған адамдардың опат болуына әкелді. Нақты цифр келтірейік. 20 ғасырда бүкіл жер бетінде 170 миллион адам өлім құшса, соның 110 миллионы коммунистік елдердің үлесінде екен. Бір ғана Сталиннің билігі тұсында 46,6 миллион адам о дүниеге аттанып кетті. Осыншама 5-6 мемлекеттің халқын қойша қырып тастаған Сталин шын мәнінде кім? Сталин Иосиф Виссарионович тегі Дугашвили 1879 жылы 9 желтоқсанда Туфлиск губерниясына қарасты Гори қалашығында дүниеге келді. Бұл адамның тегі де орыс емес, грузин. Жастайынан жарытып білімде алмаған. Діни семинарияда оқып жүріп, социалистердің құпия ұйымына мүше болып, ақыры осының кесірінен оқудан шығып қалады. Сталинді қылмыс әлеміне Коба деп атады. Астардың қызметі үшін бір емес, бірнеше мәрте Сібірге жер аударылды. Бір қызығы, қанша жер аударып жібергенімен, бұл адам сонша рет аман-есен еліне қайтып келіп отырды. Осы кезде коммунистердің жарқын өкілдерімен танысады. Олардың арасында патшаны өлердей жек көретін қызыл тілді Ленин де бар еді. Екі көсем әу дегеннен ақ бір-бірлерін үнсіз ұғысты. Осымен Азиядан Аляскаға дейін созылып жатқан алып империяда бір топ бүлікшілер мемлекет билігінен дәмете бастайды. Алғашында Лениннің жолы болмады. Патша оның Ресейге кіргізбей тастаған еді. Енді бар амалы құрған Лениннің шамын жағып, үмітін оятқан адамзат тарихындағы ең қан құйғы бірінші дүниежүзілік соғыс басталып кетті. Бұл коммунистер үшін үлкен мүмкіндік еді. Немістермен құпия келісімге отырған Ленин олардан вагондарға тиелген мыңдаған қару-жарақ алып, екінші Николайды тағынан төңкеріп тастады. Бұл нағыз жаңалық болатын. Дәл осы кезде біздің Әлихан Бөкейханов, Мұстафа Шоқай, Досмұхамедовтер бастаған ұлттық интеллигенция өкілдері қазақ елінің тәуелсіздігі туды деп қуанды. Бәрі де солай көрінген. Ленин бастаған коммунистер әр ұлттың өзіне автономия беріп, ішкі істеріне араласпаймыз деген ұстанымда болды. 15 күннің ішінде бүкіл Азия құрлығында жаңа мемлекеттердің тарих сахнасына шығуына қызу дайындық басталып кетті. Біздің зиялыларымыз қазақ мемлекетінің шекарасын белгілеп, қарапайым халық арасынан шыққан білімді кісілерді мемлекеттік істерге тартты. Оңтүстікте Мұстафа Шоқай бастаған Түркістан автономиясы өз қызметін бастап, жер бетіндегі бүкіл түрік тектес халықтарды бір тудың астына жинау идеясын тартуға кірісті. Мұстафа Шоқайдың білімділігі сондай, күллі түрік дүниесі оның идеясына қайран қалады. Әлиханның европалық жүйедегі мемлекеттік идеясы қырда мал баққан қазаққа дейін қызығушылық туғызды. Қазақ қайраткерлерінің күндіз-түні тынбай еңбектенгенінің арқасында Кенесарыдан кейін рухы күйреген қазақ елінің шаңырағы қайта көтерілді. Семей, Орынбор, Ақмешіт, Қоқан мен Оралда жас қазақ студенттері өз ағаларын қолдап билікке араласа бастады. Бір сөзбен айтқанда, қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн болатын ұлтымыздың қаймақтары билік басына келді. Бірақ мұның бәрі тек уақытша болады. Соғыста жеңіліп, азамат соғыстан әбден қалжыраған Мәскеу енді билікті қайта қолына алды. Ресей империясының зұлымдығынан коммунистер 100 есеге асып түсті. Бір сөзбен айтқанда, түгел Қазақстан түрмелер мекеніне айналды. Достар, біз келесі жолы осы видеоның жалғасы біздің осындай білімді аталарымыздың кейінгі тарихы, түрмелерге айналған Қазақстанның қасіретін айтатын боламыз. Ал сіз бұл видеоны WhatsApp топтарына таратып жіберіңіз.